Күз мезгілінде біздің ағзамыз түрлі өзгерістерге ұшырайды. Оған себеп ауа райы, тамақтану рационы сынды дүниелер. Олардың өзгеру әсерінен бет терісінде түрлі проблемалар пайда болуы мүмкін. Сол себепті аталмыш мезгілде біздің жүзіміз ерекше күтімді қажет етеді. Күн суыта бастағанда теріде өзгерістердің көбеюі жаз мезгіліндегі ауа райына байланысты болады. Өйткені күн мен ыстық желдің әсерінен тері тітіркенеді, кебеді. Ал оны міндетті түрде қалпына келтірген жөн. Ол үшін күтім косметикасын таңдауға аса жауапкершілікпен қараған абзал. Косметика сатып аларда құрамында теріні қорғайтын бірқатар қорек заттар мен дәрумендер барына назар салыңыз. Мәселен, бадам майы теріні жақсы нәрлендіреді, зиянды факторлардан қорғайды. Себебі оның құрамында тері липидтеріне ұқсас олеин қышқылы бар. Күз мезгілінде ең бастысы теріні ылғалдандыру. Осы кезеңде ауа температурасы төмендегендіктен құрылымы тығыз кремдерді қолдана беруге болады. Сондай-ақ бұл күтім сіздің теріңізді қысқы суыққа дайындайды. Теріні күн сәулесінен қорғау. Күзде күннің әсері айтарлықтай төмендейді, дегенмен бұл оның мүлдем жоғалып кететінін білдірмейді. Сондықтан осы уақытта ультракүлгін сәулелердің кері әсері болатынын естен шығармай қолданған жөн. Ал пигментациядан зардап шегетін жандар мезгілге қарамастан үнемі пайдалану керек. Қабыршақтану. Ауа райының салқындауынан тері тез қабыршақтанып кетеді. Сол себепті күтіміңізге пилинг пен скрабтарды қосыңыз. Бұлар теріні жұмсартады, нәр береді. Одан соң ылғалдандыратын кремдерді жағыңыз. Дегенмен жазда бұл күтім косметикаларын қолдануға кеңес берілмейді. Теріні тазарту. Кейде күзде безеу пайда болып, ол қабынуы мүмкін. Сондықтан мұның алдын алуға ертерек мән беріңіз. Косметологтың кеңесімен ғана бет терісін тазалатқан жөн.